Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Кафизов Нұржан Бахриденұлы. Бүгіннен бастап Python бағдарламалау тілімен танысатын боламыз. Бірінші сабақ. Сабақтың тақырыбы Python тілі, интерфейсі, Python бағдарламасын компьютерге орнату. Python жоғары дәрежедегі бағдарламалау тілі. Python тілі қазіргі кезде ең көп таралған бағдарламалау тілі болып саналады. Instagram әлеуметтік желісі де Python тілінде жасалған. Python'ды қолданатын компанияларға Google, Facebook, Яндекс, Mail.ru тағы басқаларын айта аламыз. Python бағдарламасын компьютерге орнату үшін Python сайтына кіреміз. Егер операциялық жүйеңіз Windows болса, мәзірден Download Windows Python таңдайсыз. Python бағдарламасының соңғы нұсқасы компьютеріңізге жүктеледі. Жүктеліп болғасын файлды ашасыз. Python бағдарламасы компьютеріңізге орнатылады. Python бағдарламасын іске қосамыз. Бағдарламасын іске қосқан кезде осындай терезе пайда болады. Бұл режимді интерактивті режим деп атаймыз. Бұнда командаларды тек қана бір жолға жазуға болады. Мысалы, 5 қосу 5. Enter пернесін басқан кезде нәтижесі шығады 10. 5 көбейту 5. 25. 25 бөлу 5. 5 дейді нәтижесі. Енді 26 бөлу 5 десек. Болады 5,2. Ал 26 бөлу 2 бөлу қоятын болсақ, онда нәтиже болады 5. Бұдан көреміз. 2 бөлу таңбасын қойған кезде тек қана бүтін бөлігін алады. Сонымен қоса қалдықты анықтауға мүмкіндік береді. Мысалы, 12-ні 5-ке бөлген кезде 2 қалдық қалады. Сонда 12% 5. Не 2. Мысалы, 10-ды 4-ке бөлген кезде 6-ға бөлген кезде қалады 4 қалдық. Дәрежеге шығару. Мысалы, 2-ның 3 дәрежесін табу үшін 2 көбейтуді 2 рет жазамыз. 3. 8. 2-ның 3 дәрежесі 8-ге тең. 2-ның 4 дәрежесі 16. Сонымен бұл режимде командалар Enter пернесін басқан кезде орындалады. Сонымен қатар екінші режим бар. Екінші режимге командаларды арнайы файлға жазамыз. Ол үшін мынандай команда орындаймыз. File, New File. Терезе шығады. Енді осы терезеде командаларды жазамыз. Командалар жазған кезде бұнда экранға шығару үшін print командасы орындалады. Print мысалы 5 қосу 6. Print 7 көбейту 8. Сосын бұны файлды сақтаймыз. File, Save. Бесінші Б-ның ішіне ат қоямыз. Мысалы, программ 1. Сохранить. Міне мына жерде С, 5Б, программ 1. Кеңейтілуі P-Y деп тұр. Енді осыны іске қосу үшін F5 командасын орындаймыз, немесе run модуль. Міне 5 қосу 5
5 қосу 6, 11 болды. 11 болды. 7 қосу 8, 7 көбейту 8, 56. Екінші режимде біз командаларды арнайы файлға жаздық. Бейне жазбаны тоқтатып қойып, математикалық амалдар жазылған кестені дәптерге жазып ал.